соттардың актілері, шешімдері мен қаулылары мұрағат туралы заңға сай жауапкершілік сақталады. Мынау қазір әділетсіз, заңсыз қаулы шығарған облыс соттың төрағаларының немерелері ертең масқара болып, аталарының немесе әкелерінің масқара болғанын көру үшін заңсыздықтың бір заңсыздығын ғана айтайын. Ол былай. Біздің мына қылмыстық кодексте онсыз да жария болуға тиісті қоғамдық ұйым жөнінде қоғамға немесе заңды тұлғаға қатысты бопсалау, яғни қорқыту бабын пайдалану көзделмеген. Ол қайда тұр? Мына 194-тің диспозициясында жазылып тұр. Былай дейді: жеке адамдардың немесе оның жақындарының отбасының оларды масқаралайтын мәліметтерін, жеке бас мәліметтерін тарату үшін соттау керек еді. Сонда соттың үкіміне қазір күшінде қалдырды. Сипатта бөлімде былай жазылып тұр: Ерғали мен Ақлима Шымкенттен Қазалыға жол тартқан кезде жолай екеуі ақылдасып, анау Аманбай деген адамның баласының ауруы туберкулез екенін, немесе өзінің ісікпен ауыратынын, тағы да сондай отбасына қатысты мәселелерін жариялап қорқытып бірдеңесін аламыз деп шыққан ғой. Ой, солай жазған. Именно солай шықты. Екеуі бірігіп. Ал енді оның аудандық әкімдік сайлаудың төрағасы, сайлау комиссиясының төрағасының кім болатынын шаруасы ше. Ал өздеріңізге белгілі, барлық сайлаулар жария өтетіні сайлау туралы заңымызда көзделген, оны мен тіліп бердім. Ал даже жариялықты біз толық көрсету мақсатында мынандай аудан сияқты кішкентай ауданның әкімінің жаңағы сайлауы емес, үлкен сайлауларда, президенттік немесе парламент сайлауында шетелден шақырамыз байқаушыларды. Қарашы міне, әділ өтті ма, заңды болды ма деп. Ендеше соның бәрін біле тұрып, қасақана мына соттың түпкі мақсаты адамдар бас көтеріп, алдағы сайлаулардың бәрінде байқаушы болмасын деген мақсат, қорқсын деген мақсат. Соттан біздің бабаларымыз қандай болғанда шаруам жоқ. Қорықпайтын, батыл болмаған адамның сатқындық қасиеті сіңіп кетеді. Соттан еркектерге осындай қорқақтық іштерінде болған кезде әйелдерге жақтаңдар. Әйелдерге күйеуіңе жақтаңдар қорқақ тұрған кезде. Ұрпақ нашар қорқақ болады. Соттан батыр болайық деймін. Күлбаев пен Ақлиманың сотына келдік, апелляциялық сотына риза емеспіз. Сот жаңағы адвокаттың сотқа қатысты, Күлбаевты сотқа қатысты туралы талаптары қанағаттандырусыз қалдырылды, зерделенбеді. Адвокаттардың жаңағы апелляциялық шағымда көрсетілген мәселелері деп есептеймін. Себебі оның бәрін естіле осы апелляциялық шағымда көрсетілген мән-жайлардың бәрін толық тексеріп өткен болатын болса, Күлбаевты бүгін ақтау үкімі шығу керек еді, ол шықпады. Сондықтан бұл мәселе бойынша жоғарғы сот, Европалық соттарға баруға дайынбыз деп ойлаймын. Дәлелсіз соттау деген үйреншікті әдет болып кетті деп ойлаймын. Көріп жүрміз ғой, бәріңіз көріп жүрсіздер. Енді білмеймін қалай болатын болашақта. Кез келген адамды көшеден ұстап алып соттай беретін шығар енді. Бұның бәрі біздің мынау үндемегенімізден, саясатпен айналыспағаннан, өз құқықтарымызды қорғамағаннан. Сондықтан өз құқықтарымызды қорғайық, саяси сауатты болайық, немқұрайлы болмайық. Еліміздің барлық ісіне араласып отыруымыз керек. Біздің кемшілігіміз сол енді. Сол кемшіліктен кесінен осының бәрі болды. Болды, рахмет. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Дәл осы сөзді айтпағалы Қызылордада 2 жылдың көлемінде уақыт болыпты. Тағы да сол сотқа келіп тұрмын. Тағы да сол әділетсіздік көретініміз. Жаңа жігіттер айтып кеткендей, барлығы халыққа байланысты. Қазір
діндарларымыз да көп қой. Қандай қауым болса сондай билік болады бізде. Қауым түзелу керек. Ерғалидың кез келген сайлауды әділ бақылап жүргенін барлығы біледі. Тәуелсіз бақылаушыларға қысымның бар екенін де бәрі біледі. Тек үйде отырып айтады. Қашан басына түспейінше, сол әділетсіздікті өзі көрмейінше ешкім қозғалмайды. Айналысу керек. Ұрпағың үшін, бала шағаң үшін айналысу керек. Ертең менің де басыма түспесін деп Құдайдан тілеп отырмай, соған әрекет жасау керек. Өзгерту керек билікті. Жүйені өзгерту керек. Сол жүйенің өзгеруіне еңбек ету керек. Болашағыңды ойлағаның рас болса, сол жұмыспен айналысу керек адам. Енді бұл тоқталмайды, жоғарғы сотқа дейін барады. Әрі қарай Европаға барады. Әділдік қай әділдік келмейінше біз талап етуімізді тоқтатпаймыз. Оған сенімдімін. Және талаптанушы адамдардың көбейетіне де сенімдімін. Себебі бұрынғыдай емес, халық саяси науқанға араласуын көбейтті соңғы 3-4 жылдың ішінде. Үмітім жоқ емес. Үмітім бар болғаннан кейін жүрміз әлі. Так что ояныңдар қазақтар. Басқа айтатын сөз жоқ. Бұл жаққа вообще айтуға зауқым соғып тұрған жоқ. Саламатсыздар ма қазақ елі? Мен өзімнің ағаларымның айтқанымен қосылам. Алдында Қазалыда да сотта да бұл үкіммен келіспегенбіз. Сөйтіп апелляционный сот бердік. Сол күйінде қалдырылды. Біз кассационный бар, ары қарай күресуге дайынбыз. Енді ешқандай әділдік жоқ. Ешқандай ешнәрсе қарастырылмады. Сол үшін алға қазақ елі, бізді қолдаңыздар. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, комментарий жазыңыздар. Тек қана алға деп айтамын. Рахмет. В общем, бірінші сотта, әлек сотта болжаммен соттаған. Қазір жаңа Қазақстанда енді бұрында болған, ана ескісінде де қазір сол күш алыпты. Болжаммен, күмәнмен, ай солай-ау деген күдікпен, мүмкін деген сияқты сондаймен сотталып отыр енді. Ал нақты бірде-бір факт жоқ, бірде-бір дәлел, айғақ, я куә жоқ. Жазығы жоқ ешқандай. Не айтасың басқа? Ал міне, Қызылорда қаласы облыстық соты бүгін 1 ақпан. Именно сәуір, кешіріңіздер, сәуір. 1 сәуір. Қалжыңдады, келесі сотта жеңеміз деп ойлаймыз. Жақсы, сау болыңыздар. Соттардың қаржыға болу керек. Юмор.